Тәжірибе алмасу кәсіби қажеттілік. Дәл осы мақсаттарда Степногорск аумағында алғаш рет республикалық оқу әдістемелік жиыны ұйымдастырылды. Іс-шара негізінен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Төтенше жағдайлар комитеті және Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау мамандарына бағышталды. Жыл сайын еліміздің әрбір өңірлерінде өткізілетін жиындар барысы биыл өзіндік ерекшелігімен есте қалмақшы. Олай дейтініміз, оқулар барысы дала жағдайында ұйымдастырылды. Биылғы жылы осы жиынды дала жағдайында және өндірістік аймақта өткізу шешімі қабылданды. Жыл сайын өткізілетін дәл осындай жиындардың негізгі мақсаты өзара тәжірибе алмасу. Себебі мұнда тек орталық аппараттың мамандарымен бірге аймақтық бөлімшелердің қызметкерлері де атсалысуда, деді Қахарман Оразалин. 4 күнге созылып кең көлемді қамтыған арнайы жиын барысына жалпы саны 48 қызметкер қатысқан көрінеді. Олардың 24-і комитеттің аумақтық орган қызметкерлері болса, келесі 24-і Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан бөлімшелерінің қызметкерлері. Дала жағдайында ұйымдастырған оқу әдістемелік жиын аясында мамандар тек теориялық білімдермен қоса практика тұрғысында да қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік алды. Осы мақсатта тамыздың 6 және 7 күндері өңіріміздің өндірістік аймақтарында арнайы тактикалық оқу жаттығулар өткізілді. Жедел әрекет ету жасағының жұмысы көрсетіліп, орын алған төтенше жағдайды жою бойынша тиісті іс-шаралар қолға алынды. Айтулы жаттығулар Степногорск қалалық Тау-кен химиялық кәсіпорны мен күкірт қышқыл зауытында ұйымдастырылды. Арнайы тактикалық жаттығулар шеңберінде комитет қызметкерлері мен ұлттық ұлан сарбаздарына Степногорск аймағындағы ірі кәсіпорындардың жұмысымен танысу мүмкіндігі де туды. Жалпы алғанда қаланың азаматтық қорғау жүйесі төтенше жағдайларға дайын екендігін көріп отырмыз. Мұның барлығы негізгі теориялық білімдермен бірге өткізілетін арнайы жаттығулар барысында белгілі болды. 2 күн бойына өндіріс орындарда арнайы тактикалық оқу жаттығулар ұйымдастырылып, жиын қатысушылары білімдерін практика жүзінде де пысықтауға мүмкіндік алды, деп отыр азаматтық қорғау басқармасы бастығының орынбасары. Сонымен бірге мамандардың ақпаратына сүйенер болсақ, негізгі дәрістермен бірге мәдени спорттық бағыттағы шараларда жоспарға сай өткізілген көрінеді. Ақмола облысында алғаш рет ұйымдастырылып отырған далалық жиындарды біздің Степногорск аумағында өткізу төтенше жағдайлар комитеті тарапынан ұсынылып, бұған өңіріміз өндірістік аймақтар қатарында екендігі сеп болса керек. Тамыздың 5 мен 8 аралығында болып өткен әдістемелік жиындардың қорытындысы бойынша екі ведомствоның өзара бірлескен әрекеттер алгоритмін реттейтін арнайы нормативтік актісін әзірлеу жоспарланды. Тағы бір айта кетерлігі, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау мамандарының республикалық оқу әдістемелік жиындары Степногорск қалалық әкімдігінің, Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті төтенше жағдайлар басқармасы және нөмір 16 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімдерінің бірлесіп атқарған қызметтер аясында өткізілген жайы бар.